Кеше түнде қасиетті Рамазан айының 27-ші түнін Аллаға шүкір өткіздік. Қадір түні деген ниетпен өткіздік. Алла бүкіл дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Алла баршаңызға берекесін жаудырсын. Біз де сол дүниежүзінің түкпір-түкпіріндегі мұсылмандардың ахуалынан хабар алып, жан-жаққа байланысқа шығып, қалай болды, сіздерде қалай болды, ықыласпен өткізе алдыңыздар ма деп сауал жолдап жатырмыз ғой. Құдайға шүкір, тәуелсіздік алғалы қазақтың ұл мен қыздары дүние жүзін шарлап, білім алып, кәсіп жасап жүр. Сондай бір жақсы көретін, абыройлы, құрметті інімнің бірі Америкада тұрады. Сол бауырымызбен байланысып қалдық. Сосын сұрадым мен, сіздерде қалай өтті? Америкадағы қадір түніндегі халықтың ықыласы қалай болды деп едім. Қызық бірнеше әңгіме айтып берді. Соның бірі, аға дедім, мына жерде өте бір еліңнің қадірін білгізетін, жеріңнің қадірін білгізетін бір оқиға болды деді. Ол қандай деп ем? Аға, өзіңіз білесіз ғой, Америка деген жан-жақтан ағылып келген адамдардың басы бірігіп, өздерін америкалықпыз деп өмір сүріп жатқан жер ғой деп. Иә деп едім. Басқа елдерден келген адамдар жиналған бір мешітте болып қалдық осы 27-ші түнде. Сол кезде ұзақтан бері өмір сүріп жатқан бір кісі ағылшын тілінде дұға қылып жатқан, ағылшын тілінде тілек тілеп жатқан имамға бір нәрсе деп біз білмейтін тілде сөйледі дейді. Сосын әлгі имам ағылшыншасын тоқтата салып, ары қарай біз білмейтін тілде бір жақсылап сарнап дұға жасап, ағыл тегіл жылай бастады дейді. Сосын барлық мешіттегілер әумин деп отырды. Сөйтсек, ол кісілер ұзақ уақыт Америкада тұрғандықтан өздерінің тілін сағынып, өздерінің тілінде берілген батаны сағынып, дұға қылып, соған бір ықыластанып, барлығы құшырланып, жан-жақтан әмин деп жатыр екен. Соны көріп отырып, біздің де көзімізге жас келді. Аллаға шүкір, біз елімізге қайталамыз. Өз ауылымыз, атамыз, әжеміз, аға бауырларымыз күтіп отыр. Өз тілімізде Құдайға дұға қылып, бата сұрап, бір-бірімізге өз тілімізде бата бере алатын не деген бақытты еліміз. Бұл да бір үлкен нығмет екен. Әлгі жерде еліне қайта алмайтын, бара алмайтын, ағылшын тілінде керемет сөйлеп тұрса да, өзінің ана тілінде бір-біріне бата қылуға мүмкіндігі бола бермейтін елді көргенде қатты ойланып толғандық. Аллаға шүкір, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп дұға қылдық дейді. Бұл бірінші әсер еткен оқиғам дейді. Екінші әсер еткен оқиғам, әлгі жылап еңіреп отырған имам былай деп айтты дейді. Ей ағайындар, бауырлар, бұл енді 27-ші түн, немесе осы қасиетті айдың бір түні, қадір түн деп айтамыз. Бірақ Алла Рамазанның әрбір түнін қадірлеткен, оның ішінде 10 түннен іздеңдер деп айтқан. Сондықтан сіздер мына тек 27-ші түнді өткіздім деп, енді 28-ші, 29-ші, 30-ші түндерге мән бермей қоймаңыздар. Барынша ол түндерді де ықыласпен, дұғамен өткізуге тырысыңыздар. Мәселен, сіз бір супермаркетке кірдіңіз, сіздің қолыңызға бір 10 билет берсе дейді. Сол 10 билетпенен өзіңіздің бір қалаған тауарларыңызды алыңыз. 10 билет мінекей 10 конверттің ішінде тұр. Бірақ сол 10 конверттің бірінде ішінде $1,000,000 жасырылып тұр десе, сөйтіп сізге мүмкіншілік берілсе, 10 конвертті де аласың, немесе бір конвертті таңда $1,000,000 аласың десе, енді ақылы бар адам 10 конвертті де алады ғой, өйткені $1,000,000 соның ішінде ғой дейді. Сол сияқты ішіне бүкіл нығметтерді қамтыған қадір түні сол 10 түннің біріне жасырылғандықтан біз 10 түнді де ықыласпен өткізейікші. Сол кезде міндетті түрде қадір түніне тап келіп, сол түннің бүкіл игілігін өзімізге еленеміз деп мысал айтты деп бауырымыз толғанып отыр. Екінші мысалы дейді, мәселен сіздің бір жақын досыңыз бар дейді. Сол жақын досыңызды үйіне бір күтпеген жерден барып қалсаңыз, не істейсіз? Олардың әдеттегі дастарханындағы мәзірменен шай ішіп кете аласыз. Арнайы дайындалған жоқ, бірақ әдеттегі дастарханнан ауыз тиіп кетесіз. Бірақ сол досыңыз сізді арнайы түрде шақырған болса, алдыңызға не бір тағамдарды қояды, құрмет көрсетеді, мүмкін сыйлық сыйлауы мүмкін. Ал енді қасиетті Рамазан айы, ол онсыз да сауап алатын досыңыздың үйіне қонаққа барғандай дүние дейді. Ал оның ішіндегі 10 түн, ол Алла тағала сол 10 түннің ішіне қадір түнін жасырдым. Кімдегім ықыласпен сол түнді күтіп соған ниет білдіретін болса, 83 жылдан астам, яғни 1000 жылдан да қайырлы болған құлшылық жасады деп сауап жазамын деп отыр дейді. Сондықтан осы нәрсеге қатты мән беріңіздерші деп әлгі имам шырылдап айтты деп бауырым толғанысын жеткізіп жатыр. Расында Америкада болсын, ол түрік елінде болсын, Малайзияда болсын, Индонезияда, біздің Орта Азияда болсын, Африка, Австралияда болсын, түнімен тұрып, е Алла, мені екі дүниеде жарылқашы, менің ұл қызыма, бала шағама жақсылық, игілік берші, өмірден өткендерім жарылқашы, біздің ұрпақтарымызды бақытты қылшы деп қаншама адамдар
игі тілектерін жолдап жатыр. Сондықтан Америкадағы біздің қандас қарагөз бауырларымыздың көрген әсерін сіздермен бөліскім келді. Алла тағала баршамызды осы Рамазанның игіліктерінен махрұм қалдырмасын. Баршаңыздың шын ықыласпен жасаған дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін.